Сәлем балақай, сабаққа қош келдің. Бүгінгі сабақта Smiles 4-ші сынып 49-шы беттегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Сабақ ұнаса, видеоға лайк бас, тіркелмеген болсаң, подписаться басып кет. Үшінші модульдің бақылау жұмысын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма read and complete the match. Оқы және де сөйлемдерді аяқта. Бірінші сөйлем Where is the Amazon rainforest? Amazon орманы қайда орналасқан? Екінші сөйлем We went to an island on holiday this summer. Біз осы жазғы демалыста аралға бардық. Үшінші сөйлем Let's climb that mountain. Анау тұрған тауға өрмелейік. Төртінші сөйлем You can see the ocean from his house. Сен мұхитты оның үйінен көре аласың. Бесінші сөйлем There is a river in my village. Менің ауылымда өзен бар. Енді сәйкестендіреміз. Бірде F, екіде I, үште B, төрт D, 5 C. Екінші тапсырма read and match. Оқы және сәйкестендір. Біріншісі 334 334 I. Екіншісі 400 400 F. Үшіншісі 567 567 A. Төртіншісі 600 600 D. Бесіншісі 1000 1000 B. Үшінші тапсырма read and complete. Оқы және аяқта. Which is the 12th month? 12-ші ай қашан? Қай ай дейді. Яғни сандарды әріптермен жазып шығуымыз керек. My birthday is on the 30th of July. Менің туған күнім маусым айының 30-ы. Асел lives on the 9th floor. Асел 9-шы этажда тұрады. Наурыз is on the 21st of March. Наурыз айының 21-і. It's grandma's 90th birthday today. What day is the 1st of September? Қыркүйектің 1-і қай күн? Төртінші тапсырма read and choose. Оқы және таңда. Mom's in the bedroom. Менің анам жатым бөлмеде. In. Бірінші сөйлем The teacher is standing in front of us. Ұстаз біздің алдымызда тұр. Екінші сөйлем I want to visit the Арал Каракум desert. Мен Қарақұм шөліне барғым келеді. There is a clock above the teacher's desk. Мұғалімнің үстелінің үстінде жоғарғы жағында сағат тұр. Sam is sitting near me. Sam менің жанымда отыр. My dog likes sleeping with me on my bed. Менің итім менің жанымда төсектің үстінде жатқанды ұнатады. Алтыншы сөйлем Шерқала is a mountain near шетпе. Шерқала деген тау шетпенің жанында орналасқан. Ал балалар, осымен үшінші бөлімді аяқтадық. Сендерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын.